Ыбырай Алтынсариннің ертегі мысалдары. Бақша ағаштары. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір кісі өзінің баласымен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштарды, гүл жапырақтарын қарап жүрді. Әке, анау ағаш неліктен тіп-тік болып өскен, ал мынау біреуі қисайып біткен, деп сұрады баласы таңданып. Оның себебі балам, анау ағашты бағып-қағып өсірген, қисық бұтақтары болса кесіп отырған. Ал мынау ағаш бағусыз, өз шығу қалпымен өскен, сондықтан қалай болса солай қисайып өскен, деді әкесі. Олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой, деді баласы. Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ шырағым. Мұнан да сен өзіңе сабақ алсаң болады. Мысалы, сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қатестеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды тыңдап, орындайтын болсаң, осы түзу ағаш сияқты жақсы, түзу адам болып өсерсің. Бағу-қағусыз бетіңмен кетсең, сен де мынау қисық өскен ағаш сияқты қисық өсерсің, деді әкесі. Ақымақ дос. Ертеде бір мырза орманнан бір аю баласын ұстап алып, үйіне алып келіп, сонша жақсы күтіп асырапты. Бір күндері әлгі мырза қатты ауырып, бір айдай төсектен тұрмай жатып, сол уақытта аюға да қарайтын кісі болмай, бұл да қатты жүдеп зарығыпты. Аурудан аз ғана тәуір болған соң, мырза бір күні далада есік алдында отырып, күннің жылуымен маужырап ұйықтағысы келеді. Бірақ маңдайына, бетіне шыбын қонып шыдатпайды. Соның бәрін бағанағы аю көріп отыр екен. Мырзаға тыныштық бергені үшін шыбынға қатты ашуланыпты. Сөйтіп, ыза болып тұра жылқып кеткенде шынжыры үзіліп кетіпті. Жүгіріп барады да мырзаның бетіне табанымен салып келіп жібереді. Мырза қалпақтай ұшып, сол жерде жан тапсырыпты. Бұл іс Дәуіт пайғамбардың заманында болған екен. Аюды халық пайғамбарға сүйретіп алып барады. Бұған қалайша жаза береміз депті. Дәуіт пайғамбар аюдан былай деп сұрайды. Не себептен қожаңды өлтірдің депті. Аю сонда жылап тұрып былай дейді екен. Қожам мені баласындай күтіп асыраушы еді. Ол ауырған уақытта мені күткен кісі болмай, қожамның жазылуын тілеп зарықтым. Бүгін сол аурудан тәуірлеу болып, қожамның далаға шыққанына қуанып қарап тұрғанымда, мырза есік алдына отырып ұйықтайын деп еді. Шыбындар тыныштық бермеді. Соған ашуым келіп, ұрғанымда, қожам не себептен екенін білмедім, өліп қалды. Мен қожама қастық ойламадым, шыбынды қырайын деп едім, депті. Таза бұлақ. Бір күні 3 жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасында қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп тұр екен. Суы мұп-мұздай, салқын, шыныдай жылтырап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу қорғаныш қылып, тастың су ағар жеріне жазу жазыпты. Әй жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол, деп жазылған екен. Бағанағы 3 жолаушы бұлақтан су ішіп, шөлдерін қандырған соң жазуды оқып, ішіндегі біреуі саудагер екен. Ол өз ойын айтыпты. Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып,
алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол, сен де, адам, тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалқауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де зорайып мұратыңа жетерсің дегеніме деп білемін, депті. Екінші жолаушы мүсәпір молда екен. Басын шайқап, жоқ, мен олай ойламаймын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады. Сусағанның сусынын қандырады. Оның үшін ешкімнен ақы дәметпейді. Бұлай болса, адамға да алар үлгі сол. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе, дегені болса керек, депті. Ал үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен. Бұл үндемей тұрды. Сонда жолдастары, сен не ойлайсың деп сұрапты. Сонда жігіт былай депті. Менің ойыма бір нәрсе келді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лайық қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық боп жақсы көрмейтін еді. Бұлақ күні түні тынбай ағып тазаланып тұрған үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы, көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын дегеніме деп ойлаймын, депті жас жігіт. Ақшамды депозитке саламын. Бір үйші жұмысымен көп ақша тауып жатса да, қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні сонда көршісі былай деп сұрапты. Осы сен бай бола тұрып, ақшаңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсен көрінбейді, депті. Сонда үйші, тапқан ақшамның бір бөлігімен қарызымды өтеймін, бір бөлігін депозитке саламын, депті. Сонда көршісі сенбей, қойшы батыр, сенің қарызың бар ма еді? Және қашаннан бастап депозитке ақша салып жүрсің деп сұрапты. Сонда үйші былай депті. Қартайған әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған қарызым деп білемін. Ал өзімнен туған балаларға білім алуға, асырауға кеткен ақшамды депозитке салған ақша деп білемін. Балалар адам болып, біз қартайғанда, жақсы асыраса, олардың қарызымды өтеген емес пе? Депті. Мен қалай бай болып кеттім? Бұл әңгімені Францияның бір білімді адамы жазады. 1791 жылда өзім университетте оқып жүрген жігіт күнімде әр апта сайын Версаль қаласында тұратын анама жаяу барып қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші отырып, қайыр сұрап жүруші еді. Бір күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы арықтау кісіге кездесіп, баратын жеріміз бір болған соң, бірге келе жатқанымызда, әдетінше, бағанағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да былай деді. Саған қарасам, ебесті кісі секілді көрінесің. Және жұмыс істеуге де қуатың бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып, мұндай жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен де өзіңдей кедей едім. Бірақ
сен сияқты тіленшілік қылғаным жоқ. Елден, қала-қаладан қыдырып жүріп әуелі қоқыс-қопсық арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүберек сұрап жиып жүрдім. Ол шүберектерді апарып қағаз жасайтын фабрикаларға сатып, сонымен азды-көпті ақша болған соң бір есек, бір арба сатып алдым. Содан кейін әуелі аздап, бара-бара көбірек, әр үйден ескі-құсқы тұтынуға жарамайтын шүберектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда жасай бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10 000 франк ақша тауып, сосын бір қағаз фабрикасын аштым. Жасым жас, ісімен нық, жинақты және еріншекті білмеген соң, осы күнде 2 үлкен үйім бар. Фабрикамды балама бердім, үмітім бар. Баламды аштық көре қоймас деймін. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке, қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымдай қиыншылықтан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деді де жөніне жүріп кетті. Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауын да ұмытып тұрып қалды. 1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірдім. Дүкеннің ішінде бірнеше жұмысшыларға олай, бұлай деп етіңіз деп бұйырып тұрған бір кәсіпкердің кескіні көңіліме таныс адамдай көрінді. Сөйтіп тұрғанымда әлгі кісі мені көріп, бетіме қарап тұрды да қасыма келіп: «Айып етпеңіз, сұрайыншы, осыдан 25 жыл бұрын сіз оқып жүріп, әр жұма сайын Версальдағы үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді?» Сонда ойыма түсіп таң қалып: «Сен Антонбысың?» дедім. «Рас», деді Антон. «Мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол кездегі қасыңызда бір жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінекей, осы дүкеннің иесі болдым», дейді. Харун Рашидтің әділдігі. Бір күні Хусейн қазының терезесінің түбіне келіп, екі жаман киімді тіленші былай дейді: «Құдай үшін қайыр беріңіз», дейді. «Құдай өзі берер, барыңыз», дейді қазы. «Пайғамбар ақысы үшін», деп сұрайды екі тіленші. «Ей, тіленшілер, енді басымды ауыртпай кетіңдер», деп ашуланып, қазы оқып отырған кітабын жерге атып ұрады. «Ей, қазы, бейшараларға бір нәрсе берсеңші», деп тіленшілер кетпей жылап тұрады. Сонда қазы ыза болып ұшып тұрып, жұмыскерлерін шақырып бұйырады: «Мынау екі қыдырындыны зынданға тастаңдар». Бірақ сол арада тіленшілер жоқ болып кетеді. 3 күн өткен соң қазыға көп қонақтар келіп той болады. Қазының үйінің іші жарқыраған алтын, шамасыз сәулет, өз терезесін ашып, сол терезе түбінде мүфтімен әңгімелесіп, көзін Бағдат қаласына салып отыр екен. Сол уақытта терезе тұсына ана күнгі екі тіленші тағы келеді. «Қуаныштарыңыз қайырлы болсын, қазы. Осы қуаныш үстінде бізді де бір нәрсе беріп қуантыңыз», деп жылап тұрады. Сонда қазы қасындағы мүфтиге айтады: «Осы екі қыдырынды тіленшілер екінші рет келіп мазамды кетірді. Халифа патшамыз осындайларға жаза бұйырмайды. Сөйтсе де, бұл жолы бұйрықсыз болса да, екі тіленшіні ұстап кісендетемін. Бағдаттай қаланың сынын бұзып қыдырып жүрмесін», деп адамдарын шақыртады. Сол уақытта екі тіленшінің өздері үйге кіріп келіп, үстіндегі ескі киімдерін тастап,
біреуі айбатты дауыспен ақырады: «Қазы, мен сені қазы қойғанымда жұртқа қайырлы, байға, жарлыға бірдей әділ би болар ма екен деп үміт етіп едім. Бұл жаңылысыма тоба қылдым. Жапар, мынау оңбаған құртты алып, әділдікпен жазасын бер. Жұртым көріп білсін, патша құрығы ұзын екенін, ерте ме кеш пе қылған жамандық патшаға білінбей қалмайтынын, білінсе үлкен кішіге қарамай жаза тартатынын», депті. Жиылған қонақтар бұларды танып, аяқтарына құлап жығылысыпты. Тіленші болып келіп жүрген Харун Рашид деген халифа патшасы қасындағы Жапар деген уәзірі екен. Ең бай адам сенсің. Ертеде Сақып деген бір жақсы кісі байлық жинамай жүріп, ақырында әл кеткенде қатты кедейшілік тартып, бір күні етігі болмаған соң жалаңаяқ далада жүргенінде аяқтарын тас жыртып, біраз ренжіңкірепті. Сөйтіп келе жатып, екі аяғы жоқ ағаш балтақпен жүрген бір тіленшіге жолығады. Мұны көріп, Сақып қатты өкініп, былай дейді: «Ей құдайым-ау, ренжігеніме тоба қылдым. Шүкір саған, менің жүруге аяғымды аман сақтағаныңа. Менде аяқ киім жоқ-ау. Ал мынау байғұста аяқ та жоқ. Мынау балдақты бейшараға жаңадан аяқ табылса, жалаң аяқ та болса жүріп жүруді дүниенің бір қызығы деп білер-ау», деген екен. Сәтемір қалай патша болды? Ертеде Сәтемір деген бала 7 жасар кезінде ата-анасынан жетім қалыпты. Күндерде бір күн Сәтемір далада ойнап жүріп, бір ескі үйдің түбінде шаршаған соң сүйеніп, жан-жағына қарап жатса, бір аяғы ақсақ құмырсқа үйдің төбесіне қарай өрмелеп барады да, орта тұсына барғанда құлап түседі. Тұра салып тағы да өрмелейді. Бағанағыдан гөрі жоғарырақ барғанда тағы құлап түседі. 3-ші рет құмырсқа тағы да тырмысады. Ақыры бар күшін салып, қисайып жүріп барып, үйдің төбесіне шығып кетеді. Мұны көріп Сәтемір ойланып қалады. Құдай тағаланың жаратқан жан-жануарының ең кішкентайы құмырсқа екеш құмырсқада тынбай жұмыс істеп жүр. Өзі ақсақ, бір тырмысып, екі тырмысып жығылып, сонда да қоймай, ақырында мұратына жетті. Үйдің басына шықты. Мұны көріп отырып, менің де талап іздемей, жұмыссыз ойнап жүргенім ақылсыздық екен, деп ойлап, ойынын тастап қалаға барады. Қалада бір зор білімді, оқымысты кісі бар екен. Соған үй сыпыруға жалданып, ақысына оқу оқыпты. Ақырында сол Сәтемір асқан данышпан, әлемге әйгілі патша болған екен. Келесі қызықты қазақша ертегі әңгіме мысалдарды тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, қолдап отыруды ұмытпаңыздар.